Баршаңызға сәлем. Бүгін 4-9 сабақтың есептерін орындаймыз. Сабақтың тақырыбы ондық бөлшекті 10, 100, 1000 және 0,10-1, 0,100-1, 0,1000-1 тағы сол сияқты сандарға көбейту және бөлу. Бұл сабақта біз осы тақырыпқа байланысты есептерді орындаймыз. 935 есеп амалдарды орындаңдар ауызша. Есеп тақырыпқа байланысты, яғни біріншісінде 10-ға көбейтеді екенбіз. Біз тақырыпта ондық бөлшекті 10-ға, 100-ге, 1000-ға көбейту ережесін білеміз. Бұл жерде 10-ға көбейтетін болсақ, 10-ның неше нөлі бар? Бір нөлі бар. Ендеше осы нөлі нешеу болса, біз мына жердегі бірінші көбейткіштің үтіріні сонша 10-ға жылжытамыз. Демек, бұл жерде біреу екен, демек біз мынаны біреу 10-ға жылжытатын болсақ, бір таңбаға бұл 52,1 болады. Ал 100-ге көбейтетін болсақ, 10-ға қарай 100-дің 2 нөлі болғандықтан 2 таңбаға жылжытамыз. Енді екіншісінде 13,4-ті 10-ға бөлдік. Бұл жерде 10-ға бөлетін болсақ, біз енді үтірді 10-ға қарай емес, мына жердегі нөлге байланысты нөл біреу екен, демек біреу солға қарай жылжытамыз. Демек 13,4-ті 10-ға бөлсек 1,134 екен. Ал кейінгісінде 100-ге бөлеміз екен, енді 100-дің 2 нөлі болғандықтан үтірді біз солға қарай 2-ге жылжытамыз. Нәтижеде 2,156 келіп шығады. Енді 19,3-ті 0,1-ге көбейтетін болсақ, бұл жерде үтірді солға қарай біреуге жылжытамыз. Өйткені үтірдің алдындағы нөлдер нешеу болса соншаға жылжытуымыз керек. Сондықтан бұл жерде біреу екен, біреуге жылжыттық. Бұл 1,193-ге тең болды. 218,5-ті 0,100-1-ге көбейтетін болсақ, бұл жерде нөлдердің саны 2, сондықтан бұны біз солға қарай 2-ге жылжытамыз. Нәтижеде 2,185 келіп шығады. 0,156-ны 0,1-ге бөлетін болсақ, бұл жерде нөлдер нешеу болса, енді бөлу амалы болғандықтан біз үтірді 10-ға қарай жылжытамыз. Демек 0 біреу, демек біреуге жылжытамыз. Нәтижеде 5,6 келіп шығады. 7,131-ді 0,1-1-ге бөлетін болсақ, нөлдер 2, сондықтан бұл жерде үтірді 2 таңбаға жылжытамыз. Демек 3-ке және 1-ден кейін болса, бұл жерде 731 келіп шығады. 936 есеп көбейтуді орындаңдар. Бұл жерде де жоғарыда өтілген заңдылықтарға байланысты орындаймыз. 0,100-ден 13-ті 10-ға көбейтсек 1,10-3. Кейінгі көбейтудің мәні 215-ге тең. Одан кейінгі көбейтудің мәні 926-ға тең болады. Бұл жерде нөлдері қанша болса, соншалықты көбейту болғандықтан 10-ға қарай жылжытып жатырмыз. 8,100-ден 7-ні 10-ға көбейтсек 80,7. 4,100-ден 6-ны 100-ге көбейтсек 406. 3,1-ден 71-ді 1000-ға көбейтсек 3071 болады. 13,2-ні 0,1-ге көбейтетін болсақ, бұл жерден керісінше солға қарай жылжытамыз. Бұлымыз 1,132-ге тең. 24,5-ті 0,100-1-ге көбейтетін болсақ, 0,1000-нан 245. 391,6-ны 0,1000-нан 1-ге көбейтетін болсақ, 0,10-нан 3916-ға тең. 937 есеп натурал сан түрінде жазыңдар. Бірінші, 2,10-3 біз 2300 деп натурал сан түрінде жазамыз. 14,7-мыңымыз 14700 болады. 629,5-мыңымыз 629,500. Екінші, 1,2 миллионымыз 1,200,000. 38,3 миллионымыз 38,300,000. 0,9 миллионымыз 900,000. Үшінші, 8,1 миллиардымыз 8 миллиард 100 миллион болады. 14,100-ден 28 миллиардымыз 14 миллиард 280 миллион. 0,1000-нан 349 миллиардымыз 349 миллион болады. 938 есеп бөлуді орындаңдар. Бөлу амалы болғандықтан бұл жерде 0,1-ге бөледі екенбіз. Яғни 0,1, 0,100-ден 1, 0,1000-нан 1 сандарына бөлу үшін бөлгіште неше нөл болса, сонша ондық бөлшектегі үтірді сонша цифрға қарай 10-ға жылжытады екенбіз.
ендеше 2,19-ды 0,1-ге бөлсек, бұл жерде бір нөл бар. Сондықтан 10-ға біреу өтірікті, біреу бір цифрға жылжытамыз, сонда 21,9 пайда болады. Қалғандарында дәл солай жалғастырамыз. 64-ті 0,1-ге бөлсек 640, 5,83-ті 0,1-ге бөлсек 583, 0,375-ті 0,1-ге бөлсек 37,5, 0,162-ні 0,1-ге бөлетін болсақ 62, 1,398-ді 0,1-ге бөлетін болсақ 1398. Үшінші 310,142-ні 100-ге бөлсек 10,042 болады. 19,5-ті 100-ге бөлсек 0,195, 412,9-ды 1000-ға бөлсек 0,10,000-4129-ға тең. 939-шы есеп. Бірінші 0,6, 2,457, 14,10,316, 56,5 бөлшектерін 100 есе, 1000 есе арттырыңдар. Екіншісі 2,5, 316,17, 18,105, 0,9 бөлшектерін 10 есе, 100 есе кемітіңдер. Біріншісін орындаймыз. Бұл жерде бірінші 100 есе арттыр деген сөз, бұл 100-ге көбейт деген сөз. Демек 0,16-ны 100-ге көбейтеміз. Бұл жерде үтірді көбейту болғандықтан 100-дің неше нөлі болса, демек 2 нөлі бар. Біз мына үтірді 10-ға қарай екеуге жылжытамыз. Бұл жерде 6-дан кейін біз 0 бар деп білеміз. Үтірден кейінгі сандар жетпесе 0 қойып жалғастырсақ болады. Демек жауабы 60-ға тең. 2,457-ні 100-ге де дәл солай көбейтеміз. Бұл 245,17-ге тең. 14,10,316-ны 100-ге көбейтсек 1403,100-ден 16 болады. 56,100-ден 5-ті 100-ге көбейтсек 5605. Енді 1000 есе арттырамыз, яғни 1000-ға көбейтеміз. 0,16-ны 1000-ға көбейтсек 600, 2,457-ні 1000-ға көбейтсек 2457 болады. 14,10,316-ны 1000-ға көбейтсек 14,031,10-6. 56,100-ден 5-ті 1000-ға көбейтетін болсақ 56,050-ге тең. Енді екіншісін орындаймыз. Бұл жерде 10 есе 100 есе кеміт деген, демек берілген сандарды бірінші 10-ға, сосын 100-ге бөліп шығамыз. 2,5-ті 10-ға бөлетін болсақ, бұл жерде енді мына ондық бөлшектегі үтірді біз солға қарай мына жердегі бөлгіштің неше нөлі болса соншаға жылжытамыз. Демек бұл жерде біреу алдыңға біреуге жылжытамыз. Демек 2-нің алдында үтір болса, оның алдына 0 қойып жазамыз. Бұл 0,125-ке тең. Қалғандарында дәл солай жалғастырамыз. 316,17-ні 10-ға бөлсек 31,157, 18,100-ден 5-ті 10-ға бөлсек 1,805, 0,19-ды 10-ға бөлетін болсақ 0,100-ден 9 болады. Енді 100-ге бөлеміз. 2,15-ті 100-ге бөлсек, бұл жерде 100-дің нөлі 2 болғандықтан үтірді 10-ға қарай 2-ге жылжытамыз. Ал цифрлар біреу ғана ғой, сонда жетпеген жеріне 0 жазамыз. Демек 0,1025-ке тең болады. Қалғандарында дәл солай жалғастырамыз. 316,17-ні 100-ге бөлсек 3,167, 18,100-ден 5-ті 100-ге бөлсек 0,10,1805, 0,19 100-ге бөлетін болсақ 0,10,9-ға тең. 940-шы есеп шамаларды өрнектеңдер. Бірінші метрмен, екінші килограммен, үшінші километрмен. 365 сантиметрді метрмен өрнектеуіміз керек. 1 метрде 100 сантиметр бар. Ендеше біз мына сантиметрмен берілген өлшемді метрмен өрнектеу үшін біз берілген санды 365-ті 100-ге бөлеміз. Бұл 3,165 болады. Демек 365 сантиметріміз 3,165 метрге тең. Кейінгісі 72 дециметр екен. Біз білеміз 1 метрде 10 дециметр бар. Ендеше 72 дециметрді біз 10-ға бөліп метрмен өрнектейміз. 72-ні 10-ға бөлсек 7,12 метр болады. Ал 83 сантиметрді 100-ге бөлсек 0,183 метр. 9 дециметріміз 0,9 метр. 5 сантиметріміз 0,105 метр болады. Енді екінші килограмман өрнектеуіміз керек. 1 килограммда 1000 грамм бар. Ендеше мына жерде грамм берілген ғой. Килограммен өрнектеуіміз үшін біз бұл берілген граммда берілген өлшемді 1000-ға бөліп килограммен өрнектейміз. 1230-ды 1000-ға бөлсек 1,230 килограмм болады. 650 граммымыз 0,650 килограмм.
325 граммыз 0,325 килограмм. 96 граммыз 0,96 килограмм. 7 граммыз 0,7 килограмм. Үшіншісі километрмен өрнектеуіміз керек. Метрде берілген бұл жерде. Демек, 1 километрде 1000 метр бар. Ендеше километрмен өрнектеу үшін берілген метрдегі өлшемді 1000-ға бөліп табамыз. Яғни 4500 метрімізді 1000-ға бөлсек 4,15 километр болады. 1800 метріміз 1,8 километр. 155 метріміз 0,155 километр. 700 метріміз 0,7 километр. 941 есеп. Ондық бөлшектегі үтірдің орны қалай өзгеретінін түсіндіріңдер. Бірінші ретте 100 есе арттырып, сонан соң 1000 есе кемітсе. Бірінші ретте 100 есе кемітіп, сонан соң 10.000 есе арттырса. Бірінші ретте 1000 есе арттырып, сонан соң 10 есе кемітсе. Демек, бірінші ретте 100 есе арттырып, содан соң 1000 есе кемітсе қалай болатынын жазамыз. Бірінші 100 есе арттырсақ, оңға қарай 2 таңбаға. Сонан соң 1000 есе кемітсе, солға қарай 3 таңбаға жылжиды. Нәтижеде бастапқы сандағы үтір солға қарай 1 таңбаға жылжиды екен. Екіншісінде бірінші ретте 100 есе кемітсек, содан кейін дейді 10.000 есе арттырсақ дейді. 100 есе кемітсек, біз берілген ондық бөлшектегі солға қарай 2 таңбаға үтірді жылжытамыз. Сонан соң 10.000 есе арттырсақ, оңға қарай 4 таңбаға жылжиды. Нәтижеде бастапқы сандағы үтір оңға қарай 2 таңбаға жылжиды. Үшіншісінде бірінші ретте 1000 есе арттырсақ дейді. Бірінші ретте 1000 есе арттырсақ, оңға қарай 3 таңбаға жылжытамыз. Сонан соң 10 есе кемітсек, солға қарай 1 таңбаға жылжиды. Нәтижеде бастапқы сандағы үтір оңға қарай 2 таңбаға жылжиды. 942 есеп. Амалдарды орындаңдар. 315-ті 0,1-ге көбейтуіміз керек. Бұл жерде бөлгіштің неше нөлі болса, демек 1, 2, 3 нөлі бар екен. Біз сонша санға солға қарай жылжытамыз. Демек, мына жерде ешқандай үтір жоқ. Үтірді біз осы 315-тен кейін бар деп білеміз. Демек, 315-тен кейін бар деп білеміз. Өйткені егер натурал сан болатын болса, үшеу алдыңға жылжытамыз. Демек, 0,1-дан 315-ге тең. Қалғандарында дәл солай орындаймыз. 916,13-тен 0,10-дан 1-ге көбейтетін болсақ, үтірді 4-ге жылжытамыз. Демек, мына жерде үшеу екен, 4 болған еді ғой. Оның алдына 4 болу үшін 0-ді жалғастырып жазып барамыз. Демек, бұл 0,100-дан 9163-ге тең. 62,15-ті 0,100-дан 1-ге көбейтсек, 0,10-дан 625 болады. 0,9-ды 100-ге көбейтсек, 90. 873,10-дан 4-ті 100-ге бөлетін болсақ, бұл жерде үтірді солға қарай 2-ге жылжытамыз. Бұл 8,10-дан 734-ге тең. 246,10-дан 5-ті 1000-ға бөлетін болсақ, 0,10-дан 2465-ге тең. 24,100-ден 5-ті 1000-ға бөлетін болсақ, 0,100-дан 2405-ге тең. 3,100-ден 6-ны 1000-ға бөлсек, 3060-ға тең. 0,10-дан 7831-ді 1000-ға көбейтсек, 783,10-дан 1-ге тең болады. 943 есеп. Шамаларды өрнектеңдер. Бірінші, метрмен өрнектейміз, километрмен берілген. Екінші, граммен өрнектеуіміз керек екен, ол килограмман берілген. Бұл бағанаға біз орындаған 940 есептің керісінше амал екен. 2,1000-дан 316 километрді метрмен өрнектеу үшін біз 1 километрде 1000 метр бар болғандықтан бұны 1000-ға көбейтеміз. 2,1000-дан 316-ны 1000-ға көбейтсек, 2316 метр болады. 0,100-ден 41 километріміз 410 метрге тең. 3,9 километріміз 3900 метр. 0,1000-дан 78 километріміз 78 метрге тең. Бұл жерде барлығы километрмен берілген, метрмен өрнектеу үшін біз барлығын 1000-ға көбейттік. Екіншісін граммен өрнектеуіміз керек. Килограмман берілген. 1 килограммда 1000 грамм бар. Ендеше бұл берілген килограммен өрнектелген ондық бөлшектердің барлығын 1000-ға көбейтіп
грамммен өрнектейміз. 0,17 мыңға көбейтсек 700 грамм, 0,8 килограммымыз 80 грамм, 0,41 килограммымыз 41 грамм, 6,803 килограммымыз 6803 грамм болады. 944 есеп. Сандар қатарының заңдылықтарын тауып, келесі екі мүшесін жазыңдар. Сандық қатарға мән береміз. Бұл жерде біріншісі 0,10 екен, екіншісі 0,100 екен. Байқап отырсақ, мына үтір біреуге 10-ға жылжып жатыр, әрбір кейінгі санда. Демек, қашан үтір біреуге 10-ға жылжиды? Егер санды 0,1-ге бөлсек. Демек, бұл жерде 0,1-ге бөлініп тұр. Ендеше 0,3-ті 0,1-ге бөлсек 3 болады. 3-ті 0,1-ге бөлсек 30. Демек, кейінгі сандар 30 екен. Әрбір сандар қатарының келесі екі мүшесін мен тауып, қызыл сиямен жазып қойдым. Кейінгісінде де заңдылықтарға мән береміз. Бұл жерде 815, 81,15 екен. Демек, бұл жерде енді үтіріміз солға қарай біреуге жылжып бара жатыр, әрбір келесі санда. Үтір қашан солға қарай жылжиды? Егер 0,1, 0,100, 0,1000-ге көбейтілсе, демек бұл жерде үтір біреуге солға қарай жылжып жатыр, бұл 0,1-ге көбейтіліп жатыр деген сөз. Демек, кейінгі сандарды тауып жазып қоямыз. Бұл 0,10,815, одан кейінгісі 0,100,815. Кейінгі қатарды қараймыз. Бұл жерде үтір біреуге солға қарай жылжып жатыр екен, әрқайсысы келесі санда. Демек, одан кейінгі сандарды тауып қоямыз, солға қарай біреуге жылжытып, өйткені бұл санда 0,1-ге көбейтіліп жатыр, әрбір келесі санды табу үшін. Енді бұл жерде 5-ші санды тауып жазып қойдық. Бұл 0,100,098,167, одан кейінгісі 0,100,098,167-ге тең. 945 есеп. Ауданы 100 гектар мақта егілген жерден 2870 центнер мақта өнімі алынды. 10 гектар жерден неше центнер мақта өнімі алынады? Есептің шешуін орындаймыз. Бұл жерде біз 2870-ті 100-бен 10-ның бөліндісіне бөліп аламыз. Сонда 2870-ті 10-ға бөлсек 287 болады. Демек, жауабы 287 центнер мақта өнімі алынады екен 10 гектар. 946 есеп. 10 тонна қант қызылшасынан 1,6 тонна қант алынады. 100 тонна қант қызылшасынан неше тонна қант алынады? Есептің шешуін орындаймыз. Ол үшін 100-ді 10-ға бөліп 1,6-ға көбейтеміз. 100-ді 10-ға бөлсек 10, 1,6-ға көбейтетін болсақ 16 тонна болады. Демек, жауабы 16 тонна қант алынады. 947 есеп. Өлшемдері 1,35 жасыл кіші кубтардан және 29 сары кіші кубтардан куб құрастырылды. Оның әрбір қырында 4 кіші куб бар. Құрастырылған кубта сары кіші кубтар саны тақсан болатын баған бар ма? Дәлелдеңдер. Демек, біз барлық кіші кубтарды санап аламыз, яғни текшелерді 35 жасыл кіші кубтарға 29 сары кіші кубты қосатын болсақ 64 болады. Енді осылардан куб құрастырылыпты. Егер куб құрастырылатын болса, кубтың 12 қыры болады. Демек, әрбір қырында 4 кіші куб бар дейді. Енді осы құрастырылған кубта сары кіші кубтар саны тақсан болатын баған бар ма дейді. Ол үшін біз сары кубтар 29 еді, 29-ды 12-ге бөліп көреміз. Демек, бұда 2 болады, 5 қалдық қалады. Ендеше қалдық қалған деген сөз бұл жерде тақсан болатын баған болады. Өйткені, егер мына жерде қалдықсыз бөлінгенде баған болмас еді, өйткені әрбір қатарға жұп болып кетер еді. Демек, жауабы құрастырылған кубта сары кіші кубтар саны тақсан болатын баған бар. 948 есеп. Өрнектің мәнін табыңдар. Біріншісі 8,8 А қосы 25-тен 3 екен. Мұндағы А 0,1-ге тең. Біз мына Аның орнына осы 0,1-ді қойып есептейміз. 8,8-ді 0,1-ге көбейтеміз. Ал 25-тен 3-ті ондық бөлшек түрінде 0,100-12 деп жазып аламыз. Сонда 8,8-ді 0,1-ге көбейтсек 0,188, оған 0,112-ні қоссақ 1-ге тең болады. Екіншісі 20-дан 7-ге 165 Б-ны қосуымыз керек. Мұндағы Б-мыз 0,100-1.
Демек 20-дан 7-ні біз бөлшек түрінде 0,135 деп жазып алдық, ондық бөлшек түрінде. Және 165-ті 0,100-ге көбейтіп жазып қоямыз. Бұл 1,165-ге тең болады. Енді 0,135-ті қосатын болсақ 2-ге тең. Үшінші өрнегіміз 0,2адан азайтуымыз керек. 4-тен 3-ті мұндағы а 1000-ға тең екен. 0,2-ні 1000-ға көбейтіп, азайту 4-тен 3 деп жазып аламыз. 0,2-ні 1000-ға көбейтетін болсақ 2 болады. Ал 4-тен 3-міз 0,175. 2-ден 0,175 азайтсақ 1,125-ге тең. Төртінші өрнегіміз 5-тен 4-тен азайтуымыз керек. 0,3b-ні. Мұндағы b 100-ге тең екен. 5-тен 4-ті біз 0,18 деп жазамыз ондық бөлшек түрінде. Ал бұтын 0,3-ті 100-ге көбейтетін болсақ 0,13 болады. 0,18-ден 0,13-ті азайтсақ 0,5-ге тең өрнектің мәні. 949-шы есеп. Теңдеуді шешіңдер. Біріншісі 10x тең екен 5,18 бен 3,5-тен 2-нің қосындысына. Бірінші мына аралас санды ондық бөлшек түрінде өрнектейміз. Бұл 3,4 болады. Демек, берілген жазамыз 10x тең 5,18 қосу 3,4 деп. Енді бұл жерде мына бөлшек санды қосатын болсақ 9-дан 2-ге тең болады. 10x-іміз 9-дан 2-ге тең екен. Енді x-ті табу үшін осы 9-дан 2-ні 10-ға бөлеміз. Бұл 0,192-ге тең. Орнына қойып тексеріп көреміз. 10-ды 0,192-ге көбейтсек 9-дан 2 болады. 5,18 бен 3,5-тен 2-ні қосатын болсақ 9-дан 2-ге тең. 9-дан 2, 9-дан 2-ге тең. Кейінгісінде дәл солай жалғастырамыз. 100x тең болады екен. 28,2-ден 1 мен 3,17-нің айырмасына аралас санды ондық бөлшек түрінде 28,15 деп жазып, 28,15-тен 3,17-ні азайтамыз. Бұл 24,18-ге тең болады. Енді x-ті табу үшін осы 24,18-ді 100-ге бөлеміз. Бұл x-іміз 0,248-ге тең екен. Астына көбейтумен орнына қойып тексеріп жазып қойдым. Үшіншісі x пен 0,100-ден 1-дің көбейтіндісі 0,181 мен 0,9-ның қосындысына тең деген. Бірінші теңдеудің оң жағын орындап аламыз. Оны қосатын болсақ 0,819-ға тең болды. Енді x-ті табу үшін осы 0,819-ны 0,100-ден 1-ге бөлеміз. Бұл 81,9-ға тең x-іміз. Орнына қойып тексеріп жазып қойдық. Енді төртіншісін орындаймыз. Төртіншісі x пенен 0,1-ның көбейтіндісі 2,149 бен 1,234-тің айырмасына тең. Теңдеудің оң жағындағы амалды орындап жазып қойдық. Ол 0,100-ден 915-ге тең болды. Енді x-ті табу үшін осы 0,915-ті 0,1-ге бөлеміз. x-іміз 915-ге тең. 950-ші есеп 4-те 13-ші суретте А, Б, С және Д қалалары аралықтарындағы жолдар кескінделген. А қаласынан С қаласына жетудің неше тәсілі бар? А нұсқа 18, Б нұсқа 15, С нұсқа 14, Д нұсқа 13 екен. Енді қарайық, А қаласынан С қаласына жететін бірінші А және Б қаласына міне екі жол бар екен. Бұл екі жол бар екен және Б қаласынан С қаласына шейін 3 жол бар екен. Ендеше осы екі жол арқылы, бірінші жол екі жол арқылы 3 реттен 6 рет барады. Міне, бірінші мына жолмен барады да, әрқайсысымен барады. Одан кейін мына жолмен барып, мына 3 жолдың әрқайсысымен барады. Демек, біріншіде 6 екен. Енді Д қаласы арқылы баратын болса, бұл жерде 4 жол бар екен. Міне, А қаласынан Д қаласына шейін. Осының әрқайсысымен Д-дан С-ға шейін 2 жол бар екен ғой. Сонымен төртеуден мына жерге 2 жолменен баратын болса, бұл жерде 8 жол бар. Енді барлығын қосып тауып қоямыз. Шешуін жазып қоямыз. Біріншісінде А қаласынан Б қаласына шейін 2 жол бар, ал Б қаласынан С қаласына шейін 3 жол бар. Демек, екеуін көбейтетін болсақ, 6 жол жаңа көрсетіп өткендей. Бұл А, Б, С қаласы арқылы, А, Б қалалары арқылы. Кейінгісінде А, Д қалалары арқылы С қаласына жетуі, бұл 8 нұсқасы бар екен. Енді 6-ға 8 қосатын болсақ 14 болады. Демек, жауабы А қаласынан С қаласына жетудің 14 тәсілі бар. 951-ші есеп. Есеп теңдер. Бірінші 4,7-ні 100-ге бөліп 1000-ға көбейтуіміз керек екен. Ондай болса, мына жерде бірінші 4,7-ні 100-ге бөлдік. Бұл 0,1047 болды. Енді оны 1000-ға көбейтетін болсақ 47 болады. Енді 0,196-ны 100-ге көбейтіп 10-ға бөлеміз.
Бұл жерде 96-ны 10-ға бөлдік, 9,16-ға тең. Үшіншісіндегі өрнектің мәні 26-ға тең. Төртінші өрнектің көбейтудің мәні және көбейту амалдарының мәні 0,1000-нан 5218-ге тең. Бесіншідегі амалдарының мәні бұл 29-ға тең болады. Алтыншысы бұл 30-ға тең. 952-ші есеп. 10 литр бензин 7 килограмм болса, 100 литр керосин 30 килограмм. 1 литр керосин 1 литр бензиннен неше килограмм ауыр? Есептің шешуін орындаймыз. Ол үшін әуелі біз 1 литрде неше килограмм бензин, 1 литр неше килограмм керосин болатынын анықтап аламыз. Оны табу үшін біз 7-ні 10-ға бөлеміз. Бұл 0,7 килограмм болады. Бұл 1 литр бензиннің массасы. Ал енді керосиннің массасын табу үшін 80-ді 100-ге бölemіз. Бұл 0,8 килограмм болады. Енді 0,8-ден 0,7-ні азайтамыз. Бұл 0,1 килограмм. Бұл 1 литр керосин 1 литр бензиннен неше килограмм ауыр екендігі. Демек, жауабы 1 литр керосин 1 литр бензиннен 0,1 килограмм ауыр. 953-ші есеп. Көлемі 10 см куб еменнің массасы 4 грамм. Еменнен дайындалған қыры 10 см кубтың массасын табыңдар. Есептің шешуін орындаймыз. Әуелі біз қыры 10 см кубтың көлемін тауып аламыз. Кубтың көлемін табу үшін оның ұзындығын, ені және биіктігін көбейтеміз. Бұның барлығы бір-біріне тең болады, 10-ға тең. Сондықтан 10-ды 10-ға және оны 10-ға көбейтсек 1000 см куб болады. Бұл кубтың көлемі. Қыры 10 см болған кубтың көлемі. Енді оның массасын табу үшін, егер 10 см куб еменнің массасы 4 грамм болатын болса, еменнен дайындалған 10 см кубтың массасын табу үшін біз осы 1000-ды 10-ға бөліп 4-ке көбейтеміз. Сонда 400 грамм келіп шығады. Демек, жауабы кубтың массасы 400 грамм. 954-ші есеп. Берілген ондық бөлшектегі үтірді оңға қарай 2 таңбаға жылжытқанда, оның мәні 940,5-ке артады. Берілген ондық бөлшекті табыңдар. Есептің шешуін орындаймыз. Бұны біз теңдеуді құру арқылы табамыз. Яғни, берілген ондық бөлшектің біз неше екенін білмейміз, сондықтан оны x пен белгілейміз. Оңға қарай 2 таңбаға жылжытқанда дейді. Оңға қарай 2 таңбаға жылжытатын болсақ, демек бұл 100-ге көбейту деген сөз. Демек, біз берілген бойынша x көбейту 100 деп жазып аламыз. Мәні оның 440,5-ке артады деген. Демек, берілген санның. Демек, x қосу 940,5-ке тең болады, егер 100-ге көбейтетін болсақ. Бұл жерден енді 100-ді x-ге көбейтсек 100x болады. Мына x-ті белгісіздерді бір жаққа теңдіктің, ал бос мүшені екінші жағына жазамыз. Бұл 940,5 болады. Енді 100x-тен x-ті азайтамыз. Яғни, мына x-тің алдында бір коэффициент бар деп білеміз. 100-ден 1-ді азайтсақ 99x болады. Енді бұл жерден x-ті табатын болсақ, 940,5-ті 99-ға бөлеміз. X-іміз 9,5-ке тең екен. Демек, жауабы берілген ондық бөлшек 9,5 саны. 955-ші есеп. Теңдеуді шешіңдер. Бірінші, 1,7 мен 0,1 x-тің қосындысы 3-ке бөлінген екен. Бөлшек санын жазамыз. Бөлімінде 3, алымында 1,7 қосу 0,1 x-іміз тең екен 2-ге. Енді бөлшек сызығы бөлуді білдіретіндіктен, мына бөліміндегі 3-ті біз теңдіктің екінші жағына көбейту амалымен өткіземіз. Демек, жазамыз. Алымының өзін жазып, тең деп 2 көбейту 3 деп жазып аламыз. Енді 2-ні 3-ке көбейтсек 6 болады. Енді мына жерден біз x-ті табамыз. 0,1 x-іміз тең болады. Мына 6-дан мына 1,7-ні азайтамыз. Бұл 4,3-ке тең. Енді x-ті табу үшін 4,3-ті 0,1-ге бөлеміз. X-іміз 43-ке тең. Орнына қойып, тексеріп, есептеп көрсек болады. Астына жазып қойдым бұны. Яғни 0,1-ді 43-ке көбейтетін болсақ 4,3 болады. 4,3-ке 1,7-ні қоссақ 6, 6-ны 3-ке бөлсек 2, 2-2-ке тең. Енді кейінгісін дәл солай, алымында 15,8 азайту 0,1 x екен, бөлімі 4-ке тең екен. Дәл бағанағы бірінші есептегідей, бірінші теңдеудегідей 4-ті теңдіктің екінші жағына көбейту таңбасымен өткіземіз. Алымының өзін жазып, демек 15,8 азайту 0,100-ден 1 x тең 12 деп жазып, x-ті табамыз. X-ті табу үшін біз
мына 15,8-ден 12-ні азайтсақ 3,8 қалады. 3,8-ді 0,100-ден бөлсек 380-ге тең. Орнына қойып тексеріп көреміз. 3 3-ге тең болды. 16,3 азайту 100х бұл алымында, бөлімінде 2 екен, тең 5-ке дейді. Бөлшек сызығы бөлуді білдіреді дедік. Демек, мына 2-ні біз 5 көбейту 2 деп жазып аламыз. Алымының өзін жазып 5-ті 2-ге көбейтсек 10 болады. Енді мына жерден 100х тең деп 16,3-тен 10-ды азайтамыз. Бұл 6,3-ге тең. Х-іміз 6,3-ті 100-ге бөлгенге тең болады. Бұл 0,63-ге тең екен. Орнына қойып тексеріп көрсек те болады. 100-ден 0,63-ге көбейтсек 6,3. 16,3-тен 6,3-ті азайтсақ 10, 10-ды 2-ге бөлсек 5-ке тең. Төртіншісі 100х қосу 4,6 бөлу 5 тең 3-ке екен. Бұл жерде мына бөлшектің астындағы санды мына жаққа көбейту амалымен өткіземіз. 15-ке тең болады. Енді 100х тең деп 15-тен 4,6-ны азайтамыз. Бұл 10,4-ке тең. Х-ті табу үшін 10,4-ті 100-ге бөлеміз. Х-іміз 0,104-ке тең. Енді 0,104-ті х-тің орнына қойып есептейміз. Егер оны 100-ге көбейтсек 10,4 болады. Оған 4,6-ны қоссақ 15, 15-ті 5-ке бөлсек 3 болады. Демек, теңдеу дұрыс орындалды. Осымен бүгінгі сабақтың барлық есептері орындалды. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.